Барлықтарыңызға сәлем, берекелі асхан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін осындай вафельница сызақ пісірілетін вафлиді көрсетемін, яғни біз табаға пісіреміз. Енді балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Ол үшін ең алдымен бөлме температурасында тұрған жұмыртқаны ыдысымызға салып, оған қантымызды қосып, сосын массамыз 2 есе көбейіп, ағарғанша араластырамыз. Сосын оның үстіне біз жылы сүтті құямыз және де ерітіліп суытылған сары майымызды құйып, миксермен тағы да бір араластырып алуымыз керек. Енді массамызға міндетті түрде ұнды електен өткізіп қосып аламыз. Және де ванилин немесе ванильный сахарды осы кезде қосып жүрсеңіздер болады. Және тоқтаусыз миксерлеп аламыз. Соның нәтижесінде біз өте әдемі сұйықтау масса аламыз. Енді табамызды орташа отта бір қыздырып аламыз, май жақпай, видеодағыдай дайын болған консистенциямызды осылай жағып аламыз. Егер қатты отта пісірсеңіз, сіздің вафлиңізді піскеннен кейін орауға келмей қалады. Ал егер төменгі отта пісірсеңіз, сіздің вафлиңіз жұмсақ болып қалуы мүмкін. Сондықтан да орташа отта екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Видеодағыдай жасап жатсаңыздар аз болсын. Егер видео ұнап жатса, каналға жазылып, лайк басуды, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздерге мен салған рецепттерім уведомление болып барып тұрады. Енді барлығын пісіріп, орап алған вафлилерді осылай вареный сгущенкамен сәндеп ұсынсаңыздар болады, отбасыңызға ұнайды. Барлықтарыңызға рахмет.